жаңағы әлеуметтік желіге шықпауымыз, тіпті қазірде ешқандай түсініктеме бермеуіміз себебі қылмыс жасалынған жерде біздің өкілеттілігіміз жүрмейді. Қылмыс жасалынған жерде полицияның өкілеттілігі басталады. Өздеріңіз білесіздер, полицияның құқық қорғау органдарының өкілеттілігі басталған жерде жергілікті атқарушы органның өкілеттілігі жүрмейді. Осыған ғана байланысты барлық түсініктеме беру бұл қылмыстық іске қатысты полиция департаментінің құзыретінде. Ал енді мынау денсаулыққа қатысты мәселелердің барлығы бұл денсаулық сақтау басқармасына қатысты екенін мен сіздерге жеткізгіміз келеді. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Ол полиция қызметкерлері өз тарапынан жүргізу үстінде, бұл прокуратура тарапынан бақылауда. Сондықтан сіздердің сұрақ қоятындарыңызды білеміз. Бұл жерде бұл адамның не себепті қылмысқа барғандығын біз нақты айта алмаймыз. Тіпті айтуға құқымыз да жоқ. Біздің өкілеттігіміз де жоқ оны айтуға. Мынау тергеу амалдарының дұрыс жүргізілуі үшін біз бұл туралы ешқандай комментарий бере алмаймыз. Ешқандай түсініктеме бере алмаймыз. Сәйкесінше түсініктемелердің барлығы полиция департаменті тарапынан сіздерге өз кезінде тергеу барысы аяқталғаннан кейін, мүмкін сотқа жолдану барысында сіздерге берілетін болады. Қазіргі таңда мынау біздің берген түсініктемеміз не жасаған мәлімдемелеріміз қылмыстық іске әсері болмас үшін, тергелуіне, тексерілуіне әсері болмас үшін біз бұл тұрғыда басқа ешқандай мәлімет бере алмаймыз. Қылмыскердің де бұл қылмысқа не үшін барғандығы туралы әртүрлі алып қашты әңгімелер айтылып жатыр. Біздің білуімізде оның ешқайсысы да шындыққа жанаспайды. Енді тағы да қайталап айтайық, тергеу өз нүктесін қояды. Мүмкін кім біледі, адамның психоэмоционалдық жағдайы дұрыс болмады ма? Мүмкін бұған әсер ететін бағыда басқа да бір жағдайлар, психотроптық, басқа да бір заттар қолданды ма? Оны да біз ешқайсысын айта алмаймыз.